Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен мен Зуфар Азизов. Бүгінгі видеода сіздермен қол күрес, яғни армрестлингқа керек болатын үздік 3 жаттығу топтамасынан шолу жасайтын боламыз. Видеомызды бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, өз пікірлеріңізді комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыз. Бірінші жаттығу бізде қол білекті және білекті бастапқы қалыптан өзімізге алып келуге арналған жаттығу. Бұл жаттығу үшін бізге белдік керек болады. Мен қазір 12 килограмм грузбен 8 реттен 4 подход жасайтын боламын. Орыс тілінде бұл жаттығу лучевая через отведение в полную амплитуду деп аталады. Экранның сол жағында көріп тұрғандарыңыздай, бұл жаттығу кесті өзімізге тартып ұстап тұруға арналған жаттығу. Келесі жаттығу пронацияға арналған жаттығу. Пронацияның жұмысын сіз экранның оң жақ бетінен тамашалай аласыздар. Пронация қол күрестен негізгі функциялардың бірін атқарады. Ол жоғарымен күресу, яғни верх әдісінде негізгі бұлшықеттердің бірі болып табылады. Келесі жаттығу ол ең маңызды жаттығулардың бірі, ол бұрышты статикалық ұстап тұру. Мен 32 килограмм гір тасымен 10 секундтан 3 повторение жасайтын боламын. Осымен біздің бүгінгі видео аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, өз пікірлеріңізді комментарийда білдіріңіздер. And we have a quick pin, flash pin from